Алтыншы бөлім. Бұлай істемесеңіз қиындыққа тап боласыз. 1898 жылы Нью-Йорк штатының Рокленд қаласында қайғылы оқиға болды. Бір отбасының кішкентай баласы шетінеп, көршілері жаназаға дайындалып жатқан. Джим Фарли аттарды жегуге атқораға кеткен. Күн суып, қар түскен кез. Қытымыр аяз сай сүйегінен өтеді. Бірнеше күн бойы қамалып, әбден ширығып тұрған аттар суаруға апара жатқанда ойнақтап көкке шапшиды. Сол кезде Джим аттан құлап мерт болады. Осылайша Стони Пойнт елді мекенінде бір аптада 2 адам қатар жерленген болатын. Джим Форлиден әйелі мен 3 ұлына мұра ретінде сақтандыру қорындағы $300 ғана қалады. Отбасын кедейліктен құтқару үшін ұлдардың үлкені 10 жасар Джим кірпіш зауытына жұмысқа орналасып, қалыптарға құм салып, кірпіштерді кептірумен айналысты. Жұмыстан қолы босамайтын Джим білім ала алмады. Бірақ адамдардың тілін таба білетін елгезектігінің арқасында ол саясатпен айналысты. Уақыт өте келе адамдардың аттарын есте сақтау қабілеті дами түсті. Ол мектептің қандай болатынын да білмеді. Соған қарамастан 46 жасқа дейін ол 4 бірдей университеттің дипломын алып, Демократиялық партия ұлттық комитетінің төрағасы, Америка құрама штаттарының бас поштмейстері лауазымына сайланды. Бірде мен Джим Фарлиден оның жетістігінің құпиясы неде екендігін сұрағанымда, ол табанды еңбек деп жауап берген болатын. Қалжыңдап отырған шығарсыз деген едім мен сол кезде. Сонда ол менің оның жетістігінің негізгі себебі туралы не ойлайтынымды сұрады. 10 000 адамның атын жатқа білуіңіз деп жауап берген едім. Жоқ, олай емес, деді ол. Мен 50 000 адамның атын жатқа айтып бере аламын. Бұған еш күмәніңіз болмасын. Осындай қабілеттің арқасында Фарли 1932 жылы Рузвельттің сайлау кампаниясын басқарып, Франклин Рузвельттің Ақ үйдің есігін ашуға көмектескен болатын. Гипс өндірісінің өкілі қызметін атқарып жүргенде және Стони Пойнт қаласы әкімшілігінде хатшы болып тұрған кезде Джим Фарли адамдардың атын есте сақтаудың өзіндік жүйесін жасап шығарды. Басында бұл жүйе өте қарапайым болатын. Кіммен танысса да, Джим ол адамның толық аты жөні, отбасы, атқаратын кәсібі мен саяси көзқарасы және тағы басқа туралы сұрап біліп алатын. Осы мәліметтің барлығын ол сурет ретінде жадында сақтап, келесі кездескенде, тіпті бұл кездесу 1 жылдан кейін болса да, ол адамның қолын қысып тұрып, оның отбасы, бала-шағасы, бақшасында өсіп тұрған жалбызға дейін сұрап шығатын. Олай болса, оның достарының көптігіне таң қалудың еш себебі жоқ. Рузвельт президент сайлауына түсер алдында Джим Фарли бірнеше ай бойы тәулігіне 100-деген хат жазып, батыс және солтүстік батыс штаттарына таратады. Кейін 19 күннің ішінде кейде ат-арбамен, кейде пойызбен, кейде автокөлікпен, кейде қайықпен 20 штатты аралап, 20 000 миль жол жүріп өтеді. Ол қалаларды аралап, таңғы, түскі, кешкі ас мезгілінде керекті адамдармен кездесіп, жүрек жарды әңгімесін айтатын, сөйтіп қайта жолға шығатын. Жұмысына қайтып оралысымен Фарли өзі барған қалалардағы бір адамға хат жазып, одан өзі кездесіп әңгімелескен барлық адамның аты жөнін жазып беруін өтінеді. Тізімдегі бірнеше мың адам Джим Фарлидің өзінен хат алғандарына риза болатын еді. Ол хаттар құрметті Билл немесе құрметті Джейн деп басталып, әр хаттың соңында Джим деп міндетті түрде қол қойылатын. Джим Фарли кез келген адам үшін басқалардан гөрі өз есімі әлде қайда қызығырақ екенін ерте білген болатын. Бір адамның атын есіңізде сақтап, оны қиындықсыз айта алсаңыз, ол адам үшін үлкен қуаныш сыйлар едіңіз. Ал ол адамның атын ұмытып қалсаңыз, немесе қате айтсаңыз, сол адамның алдында ыңғайсыз жағдайда қаласыз. Мысалы, бірде мен Парижде шешендік өнер бойынша курс ұйымдастырып, ақпаратпен бөлісу үшін
осында өмір сүретін барлық америкалықтарға хат жолдаған болатынмын. Өкінішке қарай, ағылшынша жақсы білмейтін француз хатшы қыздар адамдардың атын қате жазыпты. Соның кесірінен Париждегі Американың ірі бір банкінің басшысы есімін қате жазғанымыз үшін реніш білдіріп хат жолдаған болатын. Кейде айтылуы қиын аттарды есте сақтай алмай жатамыз. Оны қайталап айтып үйренудің орнына көп адам оған мән бермейді, немесе лақап атымен атағанды жөн көреді. Сид Леви біраз уақыт бұрын Никодим Паподулос деген адамға хабарласпақ болады. Адамдардың көбі оны жай ғана Ник деп шақыратын. Леви бұл жайлы былай деген еді: оған телефон соқпас бұрын атын бірнеше рет қайталап айтып көрдім. Ал сәлемдескен кезде қайырлы күн, Никодим Паподулос мырза деп оның атын толық айтып шықтым. Сондағы оның таңданысын көрсеңіз ғой, бірнеше минут бойы ол еш жауап қатпады. Ақыры ол: Леви, осы елде өмір сүрген 15 жыл ішінде ешкімде мені өз атыммен атап көрмеген еді деп тебірене жауап берген болатын. Ал Эндрю Карнегидің жетістігінің құпиясын қалай түсіндіруге болады? Оны Болаттың патшасы деп атағанымен, болат өндіру туралы ол айтарлықтай көп білмеді. Керісінше, оның қарамағында болат өндіру жөнінен одан әлдеқайда көп білетін жүздеген адам жұмыс істейтін. Алайда ол адамдармен қалай жұмыс істеу керектігін білетін. Тек осы ерекшелігі ғана оның байлыққа кенелуіне жол ашты. Эндрю жас кезінен бастап ұйымдастыру және көшбасшылық қабілетімен көзге түсе білді. 10 жасында ол адамдардың өз есімі олар үшін қаншалықты маңызды екенін түсініп, көзі жеткен бұл ақиқатты айналасындағылардың сеніміне кіру үшін ұтымды пайдалана алды. Шотландияда өмір сүрген кезде Эндрю қоян асыраған еді. Кешікпей қояны көжектеп, оларды асырау қиынға соға бастайды. Сол кезде Карнегиге жақсы ой келеді. Көрші балаларға ол қояндарға беретін жоңышқа келіп берсеңдер, көжектерді сендердің аттарыңмен атайтын боламын деп уәде береді. Осылайша ойын іске асырады. Бұл жағдай оның есінде мәңгі сақталып қалған еді. Бірнеше жылдан кейін осы тәжірибесіне сүйене отырып, Карнеги миллиондап табыс тапты. Бірде ол Дж. Эдгар Томсон басқарған Пенсильвания теміржолына рельс сатпақшы болады. Осы мақсатын іске асыру үшін Питтсбургке алып болат зауытын салып, оны Эдгар Томсон атындағы болат зауыты деп атайды. Енді келесі сұраққа жауап беріп көріңіздер. Пенсильвания теміржол компаниясына рельс керек болғанда, Томсон оны қайдан сатып алды деп ойлайсыздар? Роба компаниясынан ба, әлде Сирстен бе? Карнеги мен Джош Пульман жатын вагондарын өндіру үшін бәсекеге түскен кезде болат патшасы тағы да қояндарын еске алды. Эндрю Карнеги басқарған орталық транспорт компаниясы мен Пульманға тиесілі компания арасында бәсекелестік күрес жүріп жатқан кез еді. Бұлардың қай-қайсысы да бір-бірін бизнестен ығыстырып, қызмет көрсету мен пайда көру мүмкіндіктерін төмендете отырып, Union Pacific теміржолынан жатын вагондарға тапсырыс алуға тырысады. Осылайша Union Pacificтің басқарма мүшелерімен кездесу үшін екеуі де Нью-Йоркке аттанады. Бір күні кешке Сент-Николас қонақ үйінде Пульманмен кездесіп, Карнеги одан: қайырлы кеш, Пульман мырза, екеумізде ақмақ болып жүрміз деген ой болмады ма сізде деп сұрайды. Онымен не айтқыңыз келіп тұр деп жақтырмай қарсы сұрақ қояды оған Пульман. Сол кезде Карнеги өз жоспарымен бөліседі. Ол екі кәсіпорынды біріктіру туралы ұсыныс жасайды. Сөйтіп ол бір-бірімен жауласудың орнына бірігіп жұмыс істесе, екеуіне қандай пайда келетінін тәптіштеп түсіндіріп береді. Пульман оның айтқандарын ынта қойып тыңдағанымен, Карнегиге толық сене қоймайды. Ойланып отырып ақырында былай деп сұрақ қояды: жаңа компанияны сонда қалай атамақшысыз? Оған Карнеги Пульман Паластың вагондар компаниясы деп ойланбастан жауап береді. Пульманның жүзіне күлкі үйіріліп: жүріңіз, қалғанын менің бөлмеме барып жалғастырайық деп Карнегиді қонаққа шақырады. Бұл әңгімені өнеркәсіп тарихындағы тарихи оқиға деуге болады. Достары мен іскери әріптестерінің есімін есте сақтап, құрмет көрсету Карнеги жетістіктерінің
құпиясының бірі болатын. Ол фабрика, зауыт жұмысшыларының көбінің атын жатқа білетінін және өзі басшылық еткен кезде оған қарасты зауыттарда бірде-бір наразылық болмағанын мақтанышпен еске алатын. Техас Коммерс Баншарис компаниясының төрағасы Бентон Лафтың айтуынша, корпорация қанатын неғұрлым кеңге жайған сайын, ондағы адамдар да соғұрлым суық тарта бастайды. Бұған жол бермеудің бір ғана жолы бар дейтін ол. Сондағы адамдардың аттарын есте сақтау. Басшының қол астындағы қызметкерлерінің аттарын білмеуі оның бизнеске қатысты маңызды ақпараттан махрұм екендігін білдіреді. Калифорния штатына қарасты Ранчо Палос Вердес қаласының тұрғыны Trans World Airlines әуе компаниясының стюардессасы Карен Кирш өзі қызмет ететін борттағы жолаушылардың атын есінде сақтап, оларға қызмет көрсету қажет деп есептейді. Бұған жолаушылар риза болып, оған да әуе компаниясына да алғыстарын білдіріп жатады. Бір жолаушы ойымен былай бөліседі: бұл әуе компаниясының қызметіне жүгінбегелі біраз уақыт болған еді. Енді бұдан кейін тек Trans World Airlines'пен ұшам деген шешімге келіп отырмын. Әр адамның сіздер үшін маңызы зор екенін көрсете алдыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Адамдар үшін өз есімдерінің маңыздылығы сонша, кез келген тәсілдің көмегімен оны мәңгілікке қалдыруға барын салады. Айталық, өз заманының атақты шоумені Барнум ұлының жоқтығына қапаланып, атын өшірмес үшін жиені Силиге өзін Барнум Сили деп атаған жағдайда $25,000 беруге дайын екендігін айтады. Атаңызға айналған бай адамдар есімін тарихта қалдыру үшін суретшілерге, музыканттар және жазушыларға ғасырлар бойы қолдау көрсетіп келеді. Есімдерінің ел ісінде мәңгі қалуын қалаған адамдардың арқасында ғана мұражайлар мен кітапханалардың қоры арта түсті. Нью-Йорктың орталық кітапханасында Астер мен Ленокстың коллекциялары бар. Метрополитен мұражайы Бенджамин Альтман мен Дж. Моргандардың есімін асқақтатуда, ал қайыр садақа берген адамдардың есімдері жазылған әсем айналарды әр шіркеуден көруге болады. Университет корпустарының көбі демеушілерінің атымен аталады. Кей адамдар уақытын жұмсап көңілін бөлгісі келмейтіндіктен адамдардың атын есте сақтай алмай жатады. Оған уақытымыз жоқ деп ақталғысы келеді мұндай адамдар. Дегенмен олар Франклин Рузвельттен артық жұмысбасты емес болар. Рузвельт өзіне қызмет көрсеткен қарапайым механиктің атына дейін есте сақтауға тырысатын. Тағы бір мысал келтірейін. Крейслер компаниясы сал ауруына ұшырап, әдеттегі көлікке отыра алмай қалған Рузвельт мырза үшін арнайы көлік жасап, оны Чемберлен мен бір механик ақ үйге алып келеді. Үстелімнің үстінде қазір осы жағдай туралы Чемберленнің жазған хаты жатыр. Онда Чемберлен былай дейді: мен президент Рузвельтке көліктің түрлі тетіктерін қалай іске қосуды үйрете отырып, одан адаммен дұрыс қарым-қатынас жасай білудің қыр-сырын үйрендім. Ақ үйге келгенімде, дейді Чемберлен, президент бізді өзіне тән кішіпейіл, ақ жарқын қалпымен қарсы алды. Оның қарапайымдылығы бойымдағы үрейден арылса, өзіне айтқан әр сөзіме ден қоя тыңдауы мен әр нәрсені балаша қызықтауы мені қатты таңғалдырды. Сал болып креслоға таңылған Рузвельт үшін арнайы жасалған соң, көлік тетіктерін түгелдей қолмен басқарылатын. Бұл кезде көлікті қызықтау үшін бізді біраз адам қоршап алған еді. Президент оларға қарап тұрып былай деді: керемет, бір ғана батырманың көмегімен еш қиналмай-ақ көлікті айдап жүре беруге болады. Оның қалай қозғалып тұрғанын мен білмеймін. Уақытым болғанда оны шашып тастап, қалай қозғалатынын көрер едім. Рузвельттің достары мен қызметкерлері көлікті әбден қызықтап болғасын, Рузвельт Чемберленге қарап былай дейді: Чемберлен мырза, мына көлікті жасауға жұмсаған уақытыңыз бен күш-жігеріңіз үшін көп рахмет. Өте үлкен әрі тамаша іс атқарыпсыздар. Оған көліктің радиаторы да, жанындағы қалғанша айна да, сағат да, ерекше фары да, көліктің ішкі қаптамасы да, жүргізуші орындығының орналасуы да, жүк салғыштағы шабадандарға ойып жазылған
монограммалар да бәрі қатты ұнады. Қысқасы, ерекше ден қойып жасалған әрбір тетікті ол мұқият қарап шықты. Осының барлығын ол Рузвельт ханымға, еңбек министріне және хатшысына қуана айтып берді. Ол тіптен Ақ үй швейцарының өзіне дейін мән-жайды түсіндіріп, Джордж енді шабадандарды тасығанда абай болу керек деп ескертті. Көлік жүргізу сабағы біткен кезде ол маған былай деді: Чемберлен мырза, Федералды қор жүйесі кеңесінің мені күтіп отырғанына жарты сағат болды. Енді жұмысыма барғаным жөн болар. Ақ үйге мен механикпен бірге келгендіктен бара салысымен оны президентке таныстырдым. Президент механикпен сөйлеспегенді, ал оның аты бір рет қана аталды. Механик тым ұяң жігіт болғандықтан әңгімеге бел шешіп араласа қоймай, жай сырттай бақылап тұрған болатын. Қоштасардың алдында президент механикті іздеп тауып, оның қолын қысып, атын атап тұрып, Вашингтонға ат артып келгені үшін алғыс білдірді. Оның алғысында еш жасандылық жоқ еді. Оның алғысының шынайы екендігіне мен құлай сендім. Нью-Йоркке қайтып оралғаннан кейін мен президент Рузвельттен оның қолы қойылған суретінің артына жазылған көрсеткен қолдауым үшін алғыс білдірген хат алдым. Оның осындай ұсақ түйекке қалай уақыт табатыны мен үшін әлі де жұмбақ. Франклин Рузвельт адамдардың ықыласына бөленудің ең қарапайым жолы олардың атын есте сақтап құрмет көрсету екендігін жақсы түсінді. Ал біз ше, біреулермен танысқан кезде көбіне олармен бірнеше минут қана әңгімелесеміз. Кейде қоштасқаннан кейін сол адамдардың аттарын еске түсіре алмай жататын кездеріміз аз емес. Сондықтан сайлаушылардың атын есте сақтаудың саяси даналық екенін, ал оларды ұмыту өзіңді ұмыту деген сөз екенін әрбір саясаткер есте сақтауы қажет. Адамның атын есте сақтау саясат үшін ғана емес, бизнес пен қоғамдық қарым-қатынас үшін де аса маңызды. Франция императоры ұлы Наполеонның немересі Наполеон III мемлекеттік қызметтің қауырт екендігіне қарамастан кездескен әр адамның атын есте сақтай алатындығын мақтан ететін. Ол бұған қалай қол жеткізді? Оның еш қиындығы жоқ. Адамның атын дұрыс естімей қалса, ол кешірерсіз, есіміңізді дұрыс естімей қалдым дейтін. Ал ол есім сирек кездесетін болса, есіміңіз қалай жазылады, әріптеп айтып жібересіз бе деп өтінетін. Сөйлесіп тұрғанның өзінде ол сол адамның атын бірнеше рет қайталап айтып, оны адамның бет әлпеті, сырт келбетіне байланысты жаттап алуға тырысады екен. Ол адам беделді адамдардың бірі болса, Наполеон оның атын есте сақтаумен ғана шектелмейді. Жалғыз қалған кезде мәртебелі патша жаңағы есімді қағазға жазып, оған жақсылап көз тоқтатып, есте сақтап алғаннан соң қағазды жыртып тастайтын. Осылайша ол көру арқылы ғана емес, есту қабілетінің де арқасында есімдерді есте сақтау қабілетін арттыруға күш салыпты. Әрине бұған біраз уақыттың қажет екені даусыз, алайда Эмерсонның сөзімен айтсақ, жақсы әдет ұсақ түйектен құралады. Адамдардың атын есте сақтау тек патшалар мен компания жетекшілеріне ғана қажет десек қателесеміз. Ол барлығымыз үшін де аса маңызды қабілет. Индиана штатындағы General Motors компаниясының қызметкері Кен Ноттингем әдетте компания асханасында түстенетін. Әр келген сайын ол буфеттегі әйелдің қабағы бір ашылмайтынын байқайды. Ол әр бутербродты тым ұзақ дайындайтын, ал мен ол үшін кезекті бутербродтардың бірі едім. Келген сайын өзіме не керектігін тәптіштеп түсіндіремін. Ал ол ветчинаны таразыға салып өлшеп, үстіне салаттың бір жапырағын, бірнеше қуырылған картоп қойып, қолыма үнсіз ұстататын. Келесі күні осы жағдай еш өзгеріссіз қайталанатын. Сол әйел, сол көрініс. Бір ғана өзгеріс, мен енді оның атын білем. Сондықтан келесі келгенімде мен оған жымиып, қалыңыз қалай, Юнис деп сәлемдестім де тамаққа тапсырыс бердім. Бұл жолы ол таразыны ысырып қойып, ветчинамен бірге 3 жапырақ салат, тәрелкемен асып төгілердей қуырылған картоп салып берді. Демек, біз адам есімінің өзіндік құдіреті бар екенін естен шығармауымыз керек. Адамның аты оған тиесілі жалғыз дүниесі екенін түсінгеніміз жөн. Адамның есімі оны басқалардан
ерекшелеп көрсететін бір ғана белгі. Адамның атын атаған кезде бізге қажет ақпарат немесе айтып отырған өтінішіміз басқаша мәнге ие болады. Яғни даяшы болсын, бастық болсын, кез келген адам өз есімін ерекше ардақтайды. Алтыншы қағида: адамның есімі өзі үшін ең мағыналы, ең маңызды сөз екенін есте сақтаңыз.